Кәсіпкерлерге тағы да жеңілдік жасалды. Бүгін қаржы полициясы мен кәсіпкерлердің ұлттық палатасы іскер азаматтардың құқығын бірлесіп қорғау туралы келісімге қол қойды. Бұл мәміле әсіресе бизнесті жөн жосықсыз тексеруден қорғайды. Мысалы, өткен жылы қаржы полициясы 200-ден астам заңсыз тексеру дерегін анықтаған. Оның тең жартысында шенеуніктер пара бопсалапты. Сондай-ақ меморандум әкімшілік кедергілердің көзін жойып, елдегі бизнес ахуалды жақсартуды көздейді. Мамандардың айтуынша, кәсіпкерлерге қысым жасау жыл өткен сайын қысқарып келеді. Мәселен, соңғы 2 жылда тексерулер саны 5 есеге дейін азайған. Бұдан бөлек палата мүшелері мен қаржы полициясы нарықтағы бағаны қадағалап, мемлекеттік сатып алу жүйесінің барынша әділ болуын қамтамасыз етуге кіріседі. Заңсыз тексеру мәселесіне көп шағын бизнестің өте шағымдары көп. Сондықтан осы шағымдарда айтылған мәселелерді заң түрде қадағалауға біз бірлестер бас прокуратурамен келісімге келдік. Ал енді меніңше қаржы полициясында бұл жұмысқа араласуы меніңше кәсіпкерлер мүддесін қорғауға мүмкіншілік туғызады. Әртүрлі жағдайлар болар, жергілікті жерде іс қозғалады, немесе кәсіпкерлерге кейбір жерде қысым көрсетілуі мүмкін. Осы фактілердің бәріне аяқ астынан ақпарат алмасып, нақты көмек көрсететін жағдай туғызуымыз керек.